Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге блинчик дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға сүтті құйып аламыз. Содан соң жұмыртқаны жағып, біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып болған соң қант пен ұнды салып, тағы да араластырамыз. Сосын сұйық май құйып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Одан соң қызып тұрған табаны майлап, біздің қамырды құйып шығамыз да, екі жағынан аудартып пісіріп аламыз. Біздің блинчиктер дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ас болсын. Және де каналдан басқа да қызықты рецептерді қарай аласыздар.